Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің лайв подкасттың кезекті шығарылымы. Креативті дамыту орталығының жаңа жобасы екенін білесіздер. Бізде бүгін қонақта керемет мамандар, керемет адамдар, керемет тұлғалар. Сырым Маратбекұлы және Абай Дәулетұлы. Енді Сырым Маратбекұлын біз актер ретінде танимыз, және де Қуыршақ театрының негізін қалаушысы, мәдениет саласының үздігі Қазақстан Республикасының. Ал ең бастысы, бұл адам мастер, қуыршақ жасауының шебері деп айтуға болады. Өйткені бұл сала бізде өкінішке орай кең дамымаған, сондықтан шығысымызда, өскеменімізде осындай тұлғалар бар екеніне біз қуаныштымыз. Және де Абай Дәулетұлы жас маман, жас шебер деп айтуға болады, режиссер, актер, және де қазір сөз барысында өздерін толығырақ таныстыруына болады. Және де Абай Дәулетұлы арт-ис студиясының негізін қалаушысы. Бұл дегеніміз Өскемен қаласындағы жасөспірімдер, балаларды актерлікке, режиссураға үйрету, дамыту курстары. Енді бүгінгі біздің жиналып отырған басты себебіміз ол креативті дамыту орталығы болғандықтан біз қазіргі кезде елбасымыз да бізге тапсырыс берді ғой, креативті индустрияны дамыту. Ал енді креативті индустрия деген ол сіз және де белгіленген, заңмен белгіленген 43 бағыт екен. Оған фото да кіреді, оған қол өнер де кіреді, оған журналистика да кіреді, оған режиссерлар да кіреді, актерлар да кіреді. Енді сіздер осы салалардың мамандары болғандықтан сіздермен сұхбаттасайық дедік. Сырым мырза, енді сізге осындай сұрақ. Актер болу, немесе осы бағытты таңдау сіздің жүрегіңіздің қалауы болды ма, әлде қалай болды? Кішігірім тарихыңызды айтып кетсеңіз, осы салаға қалай келдіңіз? Кім жетеледі? Актер болу деген Актер. оңай мамандық емес. Енді шынын айтқанда мектеп қабырғасында актер боламын деп ойламадым. Бірақ мектептің сахналарында кішігірім көріністер ойнап, интермедиялар ойнап жүрдім. Маған ақырын ұстаздарым айта бастады, сен актер болсашы деген ой тастап. Екеуіңіз болды. Иә. Соның мектеп бітіргеннен кейін Алматыға барып оқуға түсіп, міне қазір актер болып жүрмін. Абай мырза, сізде қалай болды? Дәл сол сұрақ. Балалық арманым. Бала кезімде көп кино көретінмін. Сол киноларды көріп, өзімді сол экран ар жағына елестеттім. Сосын арманымды қудым. Түстім оқуға Астанадағы Шабытта. Қазақ ұлттық өнер университетіне түсіп, оқып, қазір Өскемен жас көрермен театрында Сәке екеуміз, Сырмақ екеуміз бірге қызмет етеміз. Арманымызды қуалап келе жатырмыз. Абай мырза, мен сізден баяғыдан сұрайын деген, сізге режиссер болған ұнай ма, әлде актер болған ұнай ма? Екеуі екі түрлі мамандық істесек те болады. Сәкеде режиссер және актер. Алда спектакль қояды. Екеуін енді ажырата алмаймын. Бірақ та әр саланың өзінің бір плюстары мен минустары бар. Қазір енді көп режиссурда жүргеннен кейін режиссура өзіме жаңадан ашылып, жаңадан ашылғаннан кейін қызығырақ болып жатыр. Өйткені уже мен 5 жылдай болды рөл ойнаған жоқпын, 4 жылдай болды. Арасына шығып тұрам. Ақырындап ұмытып бара жатырмын ол саланы. Бірақ та актер болу, шын актер болу өте қиын. Ол да өте қызық мамандық. В общем, сұрағыңызға жауап берсем, екеуінде бірге ұстауға тырысам, бірақ қазіргі таңда менің алғашқы передний планға дейді. Передний планда режиссер болып тұр. Және кинорежиссер. Кинорежиссер да, иә. Әсіресе кинорежиссер қазір соңғы жылдары өте көп ойымды мазалап жатыр. Киноға қарай кету мәселесі. Жақсы, оған осы сұраққа қазір қайтадан көшейік. Сырым мырза, енді сіз актер бола тұра, режиссер бола тұра, жалпы енді мәдени саласында жүргендіктен, сіздің ойыңызша бұрынғы кезбен қазіргі кезде актер болу, сол туралы айтсаңыз. Өйткені бізде бір қоғамда бір жеке пікір болуы мүмкін. Актер болу оңай деген. Блогқа түстің, инстаграмға түстің, актер болу деген. Ал сіздің ойыңызша не керек? Құндылықтары қандай? Актер болу ол шынайы талант үшін қиын емес деп есептеймін. Ал егер таланты болып тұрып
оған актер жолы ұнап, сол жолда ізденіс жасай білетін болса, онда кез келген адамға актер болуға болады. Егер түсін алса. Ал актер болуды енді қазір көбі телефон арқылы танылып, сөйтіп актер болып киноға түсіп жатады. Ал оны киноны көріп отырған кезде ол актердің ізденбегенін, ол актердің бұл рөлді ойнағанды қойып, ойлай алмайтынын байқап қоясың. Ол актер болу, ол жай ғана сөз жаттап алып, адамның бейнесі ғана жасау емес, ол сол өзіңнің кейіпкеріңнің жан дүниесін зерттеу. Зерттеу. Оның қандай адам болғанын, оның жануар болса, қандай жануар актер ойнайтын болсаң егер. Түсініп, зерттеп, зерделеп, сол кейіпкеріңнің халыққа ұсынған кезде, халық сен кейіпкеріңді сол кейіпкер ретінде көрсе сені, онда сол кезде ғана сен актермін деп, рөлді алып шықтым деп айта алуыңа болады. Ал енді жай сөз жаттап алып, сахнаға шығып, мен актермін деп жүрген актерлар да бар. Өздері солай сезінетін актерлар бар. Ал оны мен актер деп айта алмаймын. Сырым мырза, енді сізде ең өзіңізге қиын болған персонаж, роль деп айтсақ? Маған ең қиын болған роль Кенесары ханның рөлі болды. Мен енді ол спектакльді ойнаған кезде, жорықтан қайтып келіп, ауылыма келген кезде, ауылының бала шағасын, әйелдерін өлтіріп тастаған картинаны көрген кезде, мен ол жерде өзімді ұстай алмайтын, жылап жіберетін. Ол жерде сөз бар, жазған хатыма берген жауабың осы ма? Ендеше жанға жан, қанға қан. Осы сөзді мен жылап отырып айта алмай қиналатын. Өйткені мен сахнаға шыққан кезде, актерлардың өліп жатқан актерларды көрген кезде, мен өзімнің туғандарым өліп жатқан сияқты сезінетінмін де, ал ол өксік мені бойымнан жібермей тұратын. Ол үшін сен сол кейіпкерге кірдің ба, сахнаның артында болса да ол кейіпкердің жан дүниесінен шығармауға, өзіңнің жан дүниеңнен шығармауға тырысып тұруың керек. Ал егер за кулистан шығып, уже ол рөлді ұмытып кетіп, келесі вақытқа шыққан кезде өзің болып шықсаң, онда ондай эмоция, ондай эффект болмайды. Түсіне алмайсың оны. Оны енді актерлардың ондай алатын әсерлерін, образға кіргендегі тәсілдерін, оны ауызбен айтып жеткізу қиын. Кей спектакльдерде шықпай қалады олай. Өйткені сен ана жақта за кулистан отвлекать етіп жіберуі мүмкін біреу. Сол кездерде сен уже сахнаға шығып қоясың. Шығып қойғанда анау сол сезімнің құштарының бәрі қайтадан келіп үлгермей қалады. Көрдіңіз бе? Сол себепті театрда за кулистан бәрін тыныштандырып отыратын помощник режиссер бар. Сол кісілердің көмегінің арқасында. Сол атмосфераны сақтап тұру керек. Атмосфераны сақтау керек. Абай мырза, енді сізге осындай сұрақ. Кино туралы, енді кинодан сізде біліміңіз де бар қазір, тәжірибеңіз де біраз бар, иә. Жалпы қазақстандық кино туралы, енді ол мүмкін ауқымды сұрақ болуы мүмкін, мүмкін қиын сұрақ болуы мүмкін. Сіздің жеке ойыңызша қазақстандық киноның болашағы немесе қазіргі үрдістегі түсіндірме сұрақ. Мен жеке жеке пікірім ешкім керек жоқ шығар, бірақ та қазір Қазақстанның киносы, кино саласы қатты қарқынды дамуда. Қазір салыстырмалы түрде алсақ, бұрында бізде тек қана шетелдің кинолары болатын, иә? Иә, кинотеатрға барсақ, он киноның бәрі шетелдік болатын, соған баратынбыз. Қазір уже ақырындап бір кино қосылды, екі кино қосылды. Қазір 80-70% қазақтың киносы десек те болады да, қалған 20% ол шетелдің киносы. Қазір бізде таңдау бар, қай киноға барамыз, нені көреміз деген. Бұрында Қазақстан қай кино шықса да бара беретінбіз, қолдау ретінде. Иә, ал қазір қолдау ретінде емес, қазір уже біз киноның, Қазақстанның киносын өзін уже таңдап барамыз. Конкуренция пайда болды. Конкуренция, здравый конкуренция. Ол Голливудта олдан өткен, ал 90-шы жылдары үлкен кинокомпаниялар болатын, олар ғана түсіретін, бізде Қазақфильм сияқты. Ал 90-шы жылдары Голливудта кино бум болған. Сол кезде жеке-жеке режиссерлар пайда болды, частный компаниялар, фирмалар пайда болды кино түсіретінде. И сол кезде мықты шедеврлар шығатын, мысалы Титаник, Король Лев, тағыдай.
Терминатор, мықты кинолар шықты, Дэвид Финчер шықты, бойцовский клубтар, в общем, бүкіл қазіргі классикалар, көп көретін кинолардың бәрі 90 жылдары шыққан. Өйткені конкуренция болды. Здравый конкуренция, рамка қоймайтын ешкім. Бізде де қазір сол қымбат келе жатыр. Енді біздің қазақтың кинолары қазір, қазақстандық кинолар көбісі қазір коммерцияға жұмыс істегеннен кейін ол енді қазір халыққа не керек, комедия талғамына байланысты. Қоғам талғамы қазір комедия болғаннан кейін көп комедия түсіріп жатыр. Ақырындап біз одан өтіп уже серьезный, ауқымды кинолар түсіре бастаймыз. Ойландыратын. Уже ақырындап сол кинолар түсіріп жатыр. Қазақтың кинолары Канн фестиваліне арбалып, осы жақында осы жақында біздің қазақстанский кино Кореяда ма, Қытайда ма кинофестивальда бірінші орын алды ма, сондай. Ақырындап уже шығып жатырмыз. Киноның аты «Лютый» ғой деймін, қателеспесем. Есімде жоқ киноның аты. В общем, сол. В принципе, менің көзқарасым қазақтың киносына өте жақсы. Әсіресе қазір Салим Social. Қазір бір сатыда ғана тұрмыз ғой, иә, біз жоқ, өсіп жатырмыз, дамып жатырмыз. жоқ, сол бір өстіп дамып келе жатыр. Жолдамыз деген жолдамыз. Дұрыс. Сериалдар да әсіресе қазір қатты дамып жатыр. Енді жаңа Сәке айтпақшы, шынымен де қазір актерлар текст ала алады да, текстін жаттай салады, мен актермын дейді. Әйтеуір киноға түстім, актермын дейді, бірақ біз ол мамандыққа 4 жыл оқыдық дегендей. Қыр-сырын біруге тырысамыз. Шынымен де актер деген ол сөзін жаттау емес, а именно ойын түсіну. Егер кейіпкердің ойын түсінсе, ол актер. Что керемет. Ал енді Сырым мырза, қалай ойлайсың? Киноға түскен актер театрда актер бола ала ма? Ал театрдағы керісінше киноға түсе ала ма? Театрдағы актерлар киноға түсе алады деп есептеймін өзім. Өйткені ол үнемі сол рольдарға дайындалып формада жүрген адам, ол кез келген киноға түсе алады деп есептеймін. Ал енді кинода жүрген адамдар, олар дубльмен түсіріп үйренген адамдар, ал олар сахнаға шыққан кезде спектакль ойнай алмайды. Бірен саран бар шығар, иә? Бірен саран бар шығар, таланттар. Аз болады олар. Ал енді креативқа келетін болсақ, қазіргі таңда кино дейміз, спектакль дейміз, перформанстар болады әртүрлі. Жалпы енді іштегі өнерді, іштегі эмоцияны, іштегі бір күйзелісті да, мүмкін бір наразылықты да кино арқылы да спектакль ретінде де шығаруға болады. Сол жағынан қалай ойлайсыздар? Не жасауға болады еді тағы да? Мүмкін бір тың идеяларыңыз бар шығар, осылай істесе деген сияқты. Мүмкін басқа бір елден көрдіңіздер, басқа бір адамдардың мысалын көрдіңіздер деген сияқты. Қалай ойлайсыздар? Біздің нарыққа не әкелуге болады тағы да? Сырым мырза, қалай ойлайсыз? Мүмкін қуыршақ театрына байланысты бір ойларыңыз бар шығар. Өнер деген шексіз қой. Ол да бір жерде қатып қалу, бір уровеньда тұрып қалу деген болмайды. Міне жылдар өткен сайын театр өнері де өте үлкен деңгейде дамып жатыр. Қазір режиссерлар, көбісі жас режиссерлар фантазия, қиялдары шарықтап тұр. Кез келген дүниені жасай алады да, жасап та жүр. Көріп жүрміз оны. Мынау фестивальдарға барған кезде бүкіл Қазақстанның облыстарынан жиналған фестивальдерді байқаймыз. Не бір жақсы спектакльдер бар, әдемі қойылған. Әлем бойынша қарасақ та, кейде сен өзің мүлдем ойлауға мүмкін емес спектакльдерді көріп қаласың. Сол кезде, болады екен ғой. Бола береді екен ғой дейсің. Өйткені бұны болдыра береді режиссерлар, актерлар болдыра береді, оның үстінен бірінен бірі асырып болдырады. Қазір шын айтқан кезде Қазақстанның театры да жақсы даму үстінде. Енді кез келген режиссер өзінің қиялын пайдаланса, неше түрлі жаңалықтар жасайды. Жасап та жатыр, жасала береді деп есептеймін. Енді қуыршақты алатын болсақ, жаңа мен айттым ғой, актер сахнаға өзінің кейіпкерін алып шығу керек. Енді бұл қуыршақта кейіпкерге жан бітіру. Өлі кейіпкер. Жаны жоқ, тәні бар кейіпкер, ал ол сол тәнге жан беру актердің жұмысы. Сондықтан театрның актерларындай басқа салада жүрген адамдар актер бола алады деген сөзге мен қарсымын. Рахмет, ойыңызға рахмет. Енді креативті индустрия қарсамында дейін бар.
в общем өскеменде негізі өскемен енді қазақстан шеті ғой, иә, Иә. ең шығысы, тупик десек те болады. Сол үшін менің ойымша именно өскеменге қатты көңіл бөлу керек креативті индустрияны дамыту мақсатында. Себебі өскеменге көп турист шақыру керек, көп адамдар, көп инвестиция құю керек. Соның бәрін біз жасаймыз. Бізде идея көп негізі, просто бізді ешкім сұрамайды. Егер сұраса, бізде идея деген төгіледі. Сәкеннің өзіне де, менде де, сізде де көп идея мысалға. Оған әрине қаражат керек. Қаражатты біз енді осындай подкасттар арқылы енді мүмкін спонсорлар келіп бізге тыңдайды, көреді. Міндетті түрде. Инвесторлар келуі мүмкін. Инвесторлар келуі мүмкін. Өскемен туралы кино түсіруге болады, сериал түсіруге болады. Әртүрлі клиника, строительный компаниялар туралы кино түсіруге, спектакль қоюға болады. Еліміз шығысымызда қаншама танымал адамдар бар, қаншама тұлғаларын туралы спектакль, сериал түсіруге болады. Неге түсірмеске, неге істемеске осының бәрін? Әрине бәрі қаражатқа тіреледі. Қазіргі таңда 21 ғасырда уже көп адам за энтузиазм жұмыс істемейді. Уже по-любому бәрін әр нәрсенің ақысы болу керек. Қазір тем более бәрі қымбаттап жатыр, нарықта көбейіп жатыр деген сияқты. Сол үшін осы креативті индустрия арқасында біз көп жоспарлар, көп проекттер алсақ, жұмыс істесек, ол біріншіден өзімізге пайда, екіншіден үкіметке де пайда болады да. Өйткені біріншіден біз өзімізді шығарамыз, екіншіден біз үкіметтің қолдауымен бәрі жасап жатырмыз. Сол үшін үкіметке де үлкен галочка болады да осы. Спектакльдер қоюға болады, не знаю, подкасттар, әртүрлі кино түсіруге болады. Идея көп, рас айтамын, идея көп. Жүзеге асырып үлгеру керек. Асырып үлгеру керек, үлгереміз ғой, бірақ та қаражат, қолдау Қаражат көп. Қаражат, иә. Мен жаңа айтып отырса ғой, өскеменде шын айтқанда қуыршақ театр жоқ, мүлдем. Айтамын, қуыршақ театр жоқ. Енді мен енді театрдың ішінен қуыршақ спектакльдерін қойып жүрмін. Ал біз айтамыз, театрда зритель жоқ дейміз, көрермендер жоқ дейміз. Ал оның бәрін, көрерменнің бәрін жинайтын біз өзіміз. Тәрбиелейтін. Неге қуыршақ театрын ашпасқа өскеменде? Керемет идея. Міне, қазақта мақал бар. Тәрбие тал бесіктен басталады. Тал бесік, біздің бесігіміз жаңадан бесікте жатқан баладан бастап қуыршақ арқылы оларды өнерге баулуға болады. Ал олар уже өсейгеннен кейін театрға өз еркілерімен баратын болады. Көрдіңіз бе? Сондықтан мен міне 2009-дан бері осы өскеменде театр ашуға жанталасып баратын жерлерге барып сөйтіп жүрмін. Міне әлі күнге дейін ашылмаған қуыршақ театры. Бірақ енді мен өзім қолымнан келгенше өскеменде қуыршақты дәріптеп, қуыршақты танытуға атсалысып, жанталасып жұмыс істеп жатқан жайым бар. Бірақ осы жаңағы айтқан сияқты қаражат, қолдау болатын болса, бәрі істеуге болады. Күшті, керемет. Мен бір сәт кетсем ғой. Иә. Өскеменде біз артист студиясы деген киношкола аштық. Барлықтарыңыз келуге болады. Реклама жасап жіберсем. Құрметті ересектер мен жастарға 7 жастан бастап 80 жасқа дейін, егер армандарыңыз болса, бізге келіңіздер, оқыңыздар, бәрін үйретеміз, бәрін жасаймыз. Креативті индустрия жасасын. Бәрі оқудан, тәрбиеден басталады. Ал енді соңғы сұрақ сіздерге. Абай мырза, Сыр мырза, өздеріңіздің 3 қағидаларыңызды айтсаңыздар. Өмірге деген, жұмыста деген, барлығы. Енді өмірге деген қағида, осы өмірге деген қағида деген досым Бауыржан атамыздың сөзі есіме түседі. Өтіріктің балын жалап өлгенше, шындықтың шыңырауынан құлап өлген жақсы деп. Өмірге деген қағидам осы менің. Өтірік айтпауға, тек шындықпен өмір сүруге тырысам. Енді екінші қағидам тоже өмірге ғой. Жұмысқа. Екінші қағидам өзімнің сүйген қызметімді істеп, өзімнің жақсы көретін отбасыммен жанында болу. Үшінші қағидам мені осы дүниеге әкелген ата-анамның атына, абыройына кір келмес екен деп. Керемет. Осы 3 қағида ұстады. Керемет. Менікі сәкеде ұқсайды. Менікі де бірінші шындық. Ол өмірлікте және жұмыста да қолданатын. Біріншісі шындық, екінші адалдық, үшіншісі талпыныс. Талпыныс. Керемет, рахмет сіздерге. Сұхбаттарыңызға рахмет, жауаптарыңызға рахмет. Кездесеміз деген ойдамын тағы да.